Ақмола облысы білім басқармасының Целиноград ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Ақмол ауылының Жұлдыз балабақшасы мен Ақмол жалпы орта білім беретін мектебі өзара бекітілген сабақтастық жоспары бойынша жұмыстар атқарып келеді. Білім беру саласына елеулі өзгерістер енгізіп жатқан қазіргі кезеңде мектепке дейінгі ұйымдар мен бастауыш білім беру ісін жаңа сапалық деңгейге көтеру міндеті бүгінгі күннің көкейкесті мәселесі. Осы өзгерістер білім саласының алғашқы сатысы болып саналатын мектепке дейінгі ұйымдарда болашақ ұрпақтың дүниетанымын дамытуға, жеке тұлға ретінде қалыптастыруға, сәбилік шақтан бастап толық жағдай жасауды, тәрбиелеу мен білім беруге аса жауапты қарауды басты міндет етіп, балабақша ұжымы бастауыш мектеп мұғалімдерімен үнемі бірлесе отырып мәселелерді шешеді. Балабақша және мектептің бастауыш мұғалімдер арасында озық тәжірибелерді тарату мақсатында түрлі іс-шаралар, соның ішінде семинар, дөңгелек үстел, интеллектуалды ойындар, шығармашылық көрмелер, ертеңгіліктері ұйымдастырылды. Мектепке дейінгі шақ адам өміріндегі ең маңызды кезеңі болып келеді. Осы шақта балалардың жан-жақты дамытушы әрекеттер жүйесі жүргізілсе, жұмыс соншалықты нәтижелі болады. Тәрбиелі білімді ұрпақ балабақшадан мектепке дайын шәкірт болып шығады. Жаңа заман баласын қалыптастыру үшін тұлғаның ішкі дүниесімен, оның қыр-сырын анықтау мүмкіншіліктерімен, қабілеттерінің дамуына балабақшамызда барлық жағдай қарастырылған. Ата-аналармен ынтымақтастық құру мақсатында пікірталас, дөңгелек үстелдер, болашақ мұғалімдермен кездесулер, ашық есік күндері, отбасылық кештер, сонымен қатар баланың мектеп өмірі қарсаңында және мектепке бейімделу кезеңінде отбасының әл-ауқатын зерттеу үшін ата-аналарға сауалнама жүргізіледі. Абай атамыз ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші, ерінбейік, ізденейік, үйретейік, себебі бала бойына, балабақша қабырғасынан бастап сіңірген тәрбие мен білім келешекте өз жемісін берері анық.